Сәлеметсіздер. Бүгін мен сіздерге жаңағы өзіміздің Бател компанияның Сусталайт деп жаңағы буын-буынның ауруларына, біздің жаңағы тіземіздің ісік ауруларына деген сияқты барлығына көмек көрсететін сондай керемет жаңағы артро-профилактический фитокапсула деген таныстырғым келеді. Міне, бұл жаңағы осындай капсула, міне осындай жаңағы тістің ішінде келеді. Ішінде 30 капсула болады. Міне түсі осындай. Енді бұл капсуланы біз ас-су тамақ ішерден 30 минут бұрын ішіп қолданатын болсақ, өте жақсы өзінің жаңағы буын-буын сүйектердің аурулары, жаңағы біздің мына шеміршектеріміздің ауруларына, жаңағы сүйек пен сүйек бір-біріне үйкелген сол процесстарға өте үлкен күшті әсерін тигізетін болады. Міне, ылғи шөптің құрамынан жасалған ас-су тамақтан 30 минут бұрын деп. Міне көрдіңіз ба, жаңағы қандай концентраты бар екен. Код 65-163 деп осындай өнім Сусталайт дегеніңіз міне Бателдікі. Буын-буындарға таптырмайтын керемет жаңағы өнім болып саналады. Ал бұл енді Сусталайтты біз ең бірінші өзіміз тазарту процесстен өткеннен кейін барып, сосын кейін осы буын-буынның ауруларына осы Сусталайттарға көшіп жатырмыз. Көптеген жаңағы үлкен апаларымыз, үлкен жаңағы ағайларымыз қазір буын-буын ауруларынан қиналып жүрген кісілер осы өнімді бір алғанда, жаңағы біреуінде 30 бар ғой. Сондықтан бұл кісілер жаңағы бір алғанда 2 коробкасын, осындай жаңағы 2 коробка, 2 осындай ыдыстағы, міне көрдіңіздер ма, защитасы бар. Міне ашқан кезде осыны тартып барып ашып, сосын кейін барып мына ұқсап ашылатын болады. Міне мына ұқсап ашылатын болады. Осындай өзінің защитасымен келеді, өзінің жаңағы қорғанышымен. Осындай фитокапсула, осындай біздің жаңағы Сусталайттың артро-профилактический өніміңіз міне осындай. Енді осы капсуланы сіздер іше отырып, ішінде өзінің осындай жаңағы қағазы келеді. Бұл қағазында сіздерге қысқаша не неге жақсы екен жазылған. Сонда қараңыздаршы, бұл біздің жаңағы мына шеміршектеріміз қайда? Сол шеміршектеріміз қайтып әгі буынның арасындағы сұйықтық қайда? Сол сұйықтыққа, сосын кейін мына біздің жаңағы бұлшық еттерімізге, терілерімізге барлығына әсерін тигізіп, мына сүйектен үйкелуіне, сүйектің өзгеріс кіріп кеткен, немесе жаңағы сүйекте қандай да бір жаңағы зақым келгеннің кесірінен жаңағы ауру пайда болған болса, соның барлығына күшті әсерін тигізіп береді. Ал енді бұл жерде негізі айтып келгенде шеміршектің өзінің қалпына келуіне, одан кейін өзінің жаңағы мына біздің шеміршекте хондроцит деген кәдімгідей құрам болады екен. Сол құрамның өзінің деңгейі, өзінің сұйықтығы, өзінің мөлшері жоғарылауына әсерін тигізіп, сосын кейін шеміршектің өзгеріс кіріп бара жатқан. Мына шеміршек кәдімгідей жаңағы сүйекке айланып, шеміршегіңіз жұмсақ болып тұрады ғой. Соныңыз енді қатты сүйекке айланып, немесе жаңағы қатайып бір өзінің жаңағы деңгейінен басқа процесстарды жүргізіп кеткен кезде сүйекке үлкен кері әсерін тигізеді екен. Енді соған бұл алдын алатын процесс болып табылады. Сосын кейін мына сүйектің өзінің беріктігін жақсартып береді. Сүйектің ішіндегі жілік майлар қайда? Сол жілік майларыңызды өзінің қалпына келтіріп береді. Сосын кейін адамның мына буын-буындарының жаңа қозғалу процесстарының өзінің деңгейіне келтіре отырып, мына бір-біріне қосылып тұрған сіңірлеріңіз, бір-біріне қосылып тұрған мына ет пен терілеріңіз, сосын кейін буын-буын шеміршектердің барлығының жаңағы жалпы жағдайын жақсартып береді. Сосын кейін мына қандай да бір жаңағы өзгеріс кіріп, тікен сияқты қадалып тұрады, немесе кәдімгідей бір батып, немесе сүйек өскен сияқты болып өзгеріс кіреді деңізші. Сол өзгерістерді алдын алып сақтап береді. Сосын кейін бұл жерде жаңағы сырттан келген суықтан болған ауру болсын, міне іштей жаңағы сұйықтықтың азайып кеткенін болып өзгеріс кірген, немесе жаңағы сіздің қан тамырларыңыздың өзгеріс кіріп кеткен, немесе сіздің жаңағы қандай да бір кезінде ұрып соғып барып қан ұйып қалған жағдай шығатын болса, соның барлығына өзінің деңгейінде қызметін атқарып беріп, сол жерде ұйыған қанды тарқатып беріп, сосын кейін мына біздің буын-буынның арасындағы өзінің сап-сары жаңағы сұйықтар болады ғой, жидкіс деп жатады ғой, сол жидкістардың өзінің
көлеміне жетуіне әсерін тигізіп, мына буын смазка жасалған сияқты болып, сұйықтық дұрыстала бастаған кезде сонда өзінің қалпына келе бастайды екен. Міне осындай мықты процесстарды атқарып отырған осындай бір кішкентай коробканың ішінде 30 капсулаңыз бар. Күнінде жаңағы 2 мезгіл ас-су тамақтан 30 минут бұрын дегенде бір адамға бұл коробканың жаңағы екеуін алатын болып тұр, көрдіңіз ба? Сондықтан бұның бағасы біз алып отырған 2236 теңге. Былай қарасаңыздар, ешқандай қымбат емес. Қазір аптеканың жаңағы неше түрлі өнімдеріне ұрынып, біз неше түрлі аптекалардың жаңағы антибиотиктарын алып қиналғанша, осы бәтелдің осы шынайы жаңағы табиғи өнімдерін алып, өз-өздеріңізді жақсартатын болсаңыздар, нұр үстінен нұр болар еді. Міне енді бұныған қосымша сырттай жаңағы жағатын міне осындай фитобальзам для суставов желчью медицинский дейді. Көрдіңіз ба? Медициналық тұрғыда алынған сары су арқылы жаңағы жасалынған буыныңызға, әсіресе жаңағы тізенің ауруларына өте жақсы әсер ететін бәтелдің жаңағы таптырмас өнімдерінің бірі осы 75 миллиграммдық Сусталайт деген жаңағы осындай қапшықтың ішінде келеді коробкасы. Осындай коробканың ішінде осындай жаңағы біздің жақпа майымыз келеді. Бұл жақпа май әзірге ашылған жоқ. Біреуін бітіріп тастадық та, бәрі жақсы болып, живичный крем қолданып жатқандықтан әзірге ашқан жоқпыз. Жолдасым екеуміз профилактика ретінде, жолдасым өзінде тазарту процесті бастап жатқан кезде, кете буыны тізесі ауырыңқыраған кезде біз осының 2-3-еуін қолдандық. Жолдасымның қазіргі таңда буыны ешқандай ауырмайды. Ол кезде біз тазарту процесс жүргізіп жатқанның арқасында біз мына жаңағы Сусталайтты бастай алмаған едік. Енді қазір Аллаға шүкір 3 айлап өзіміздің жаңағы лимфокапспен тазарту процесті жүргізіп болғаннан кейін бізге үлкен жол ашылды да, біз енді емен-еркін буынымызға да, қандай да жаңағы көктемнің жаңағы мына осы қоздыратын процесстарына қарсы тұратын әрбір өзіміздің сүйсінген, өзімізге енді лайық деп тапқан өнімдерді алып қолданып жатырмыз. Міне осындай керемет жаңағы комплект осы бәтелден табасыздар. Әрі сырттай жағасыздар, әрі осы капсуланы іше аласыздар. Ем болсын, шипа болсын. Мына жаңағы фитобальзамның код 65400. Бағасы 1294 теңге. Бір айға осының бір үшеуін алғанда емен-еркін жетеді екен. Сондықтан бір айда осы ішетін капсуласынан 2 коробкасын алсаңыздар, бұның бағасы 2236. Міне, ал енді бұл 1294 теңге. Бұдан сіздер 3 мынандай жаңағы коробкасын алатын болсаңыздар, сонда сіздерге курс лечения болып табылады. Міне, осылай расчет жасасаңыздар дұрыс болады. Ем болсын, шипа болсын.